Бір күні бір сиқыршы Сүлеймен патшаға мәңгі өмір сыйлайтын суды сыйға тартқан екен. Суды ішсем ба, ішпесем ба деп ойланған патша аң-құстардың барлығын жинап сұрамақ болады. Тек ұзын сирақ көк құтан келмей қалады. Сол кезде патша итке айтады: "Сен барып көк құтанды шақырып алып келші" дейді. Ит көк құтанды алып келеді. "Уа көк құтан, кемелім, мына бір суды ішейін ба, ішпейін ба, соны айтшы" дейді Сүлеймен. "Егер бұл су дос-жарандарыңыздың барлығына жетсе, онда ішіңіз" дейді. "Ал егер бұл суды ішіп алып, сіз ұзақ өмір сүрсеңіз, қасыңызда ешкім қалмаса, жалғыздықтан жүдеп кетесіз ғой" дейді. "Япыр-ай, сен шынында да данышпан екенсің" деп патша риза болып, киелі суды ішпей қояды. Тыңдағандарыңа рахмет. Тапсырма: осы мәтінді оқып, басып жібересіз.